Бәдәуи мен иті. Көшеде бір ит ашығып өлім аузында жатыр екен. Қасында оның қожайыны бір бәдәуи зар илеп жылап отыр екен. Досым-ау, досым, жалғыз досымнан айырылатын болдым-ау, енді қайтып өмір сүрем, қиналатын болдым-ау, байқұсым-ау депті. Әй әпенді, неге сонша жылап отырсың деп сұрапты қасынан өтіп бара жатқан бір дәруіш. Басыма келген бәлеге жылап отырмын. Қасында адал досым бар еді. Мені жалғыз тастап жаратушына қайтып бара жатыр. Жыламай қайтейін, итімнің айбаты арыстандай күші қара өгіздей еді. Түнде ұйқымды күзетіп, күндіз ризығымды табатын, олжа тауып келетін. Енді қайтейін дейді. Байғұс-ау, сонда итіңе не болып қалды? Аштан өліп барады, досым. Бар бәле сонда. Сабыр қыл енді, дейді жолаушы. Ақысын Құдай береді. Құдай деген сондай ұлық жаратушы, кейде біздің сабырымызға орай қаншама сый-сияпат беріп жатады. Бірдеңемізді сатып пұл қылайық. Мына арқаңдағы ауыр сөмкеде нең бар? Соны айтшы дейді. Ондай нан, ет және кешегі кешкі астан қалған тамақтар бар. Сонша тамағың болса, итіңе неге бермейсің деп сұрайды жолаушы. Атай көрме, ит маған қанша жерден қымбат болып тұрса да, жанынан артық емес. Тамақты маған ешкім тегін бермейді. Ал итім үшін жылағаны тегін ғой, дейді бәдәуи. Өзің бір ақымақ екенсің. Тамақ көз жасыңнан қымбат болса, итің дәрежесі сенен қымбат. Көзден аққан жас жүректегі қанмен шыланады, бірақ сенің төккен жасың жердегі шаңға да татымайды депті дәруіш. Әй дәруіш, кейбір адам Құдайды іздеген боп, көздің жасын көл қылып, сыртқа діндар көрініп, шешен сөйлеп, халықты сендіреді. Ал Құдай үшін құрбандыққа жанын қинайтын құлшылыққа әрекетке келгенде бәдәуише іс қылады.